Баршаңызға армысыздар. Бүгін сіздермен қазы жасайтын ішекті, яғни жылқының ішегін алдын ала қалай дайындап, тазалап алу керек, соның жолдарымен бөлісетін боламын. Алдымен ішекті осылай бірнеше мәрте жуып аласыздар. Бұл ішектің сыртқы жағы, яғни мына май бар жері сыртқы жағы болып табылады. Сыртқы жағын жақсылап жуып аламыз. Оны төгіп тастап, мынандай базарда сатылатын, кез келген дүкенде сатылатын синтетика сеткамен осылай тазалап алатын боламыз. Осылай сыртқы жақтарын жақсылап ысып тазалап аламыз. Міне, жуған кезде жай кетпейтін осындай слиз, яғни артық нәрселері сеткамен оңай алынатын болады. Енді ішкі жағын айналдырып, ішкі жағынан да тағы да бір жуып аласыздар. Осылай бірнеше мәрте жуып болғаннан кейін, ішкі жағынан да осындай сеткамен тазалап аламыз. Міне көрдіңіздер, жай жуғанда кетпейтін артық нәрселері осы сеткамен оңай алынатын болады. Енді жақсылап қайта-қайта жуып аласыздар. Енді кәдімгі пищевая сода, яғни шай содасын қосып, тағы да бір жуып алатын боламыз. Осы сетканың көмегімен жуа бересіздер. Кейбіреулері лимонның суын қосып жатады. Негізі лимонның суын қоспау қажет, өйткені қазының дәмін бұзып жібереді лимонның қышқылы. Сондықтан тек содамен ғана осындай сетканың көмегімен жақсылап тазалап алсаңыздар болады. Міне ішкі жағын жуып болдық, енді сыртына қаратып қоямыз. Ішегіміз дайын болды. Алдағы уақытта қазының етін қалай маринадтау керек, қазыны қалай жасау керек, оны алдағы видеода көрсететін боламын.